Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында рогалики дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Өте оңай, дәмді болып шығады. Ол үшін бізге 1 стакан су қажет, және де 1 стакан сүтімді құямын. Оның үстінен аздаған ғана тұз салсаңыздар болады. Және де ашытқымды саламын. Және біраз қасық қантымды салып, ашытқыны жақсылап араластырамын. Оның үстінен күнбағыс майын құямын. Және де ұнымды салып шығамын. Сұйықтықтың көлеміне қарай ұныңызды салып отырасыз. Мінекей, қамырымызды осылай дайындап алдық. Қамырымызды жылы жерде сақтаймыз. Міне қамыр осылай үлкен болып көтеріледі. Менде 3 бөлшек шықты. Бірінші бөлшегімізді осылай жақсылап елеп аламын. Қамырымды дөңгелек қылып осылай елеп болғаннан кейін, оны өткір пышағымызбен кесіп шығамын. 3 бұрышты пішінде, мінекей, осындай пішінде дайын болды. Рогаликтің салмасына қалауларыңыз бойынша салма салсаңыздар болады. Мен шоколадты сгущенканы таңдадым, және де осылай барлығына салып шығатын боламын. Үй жағдайында бұны жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай әрі тез жасалады. Пеште тез пісіп, жап-жақсы көтеріледі. Мінекей, дайын болған рогаликімізді табамызға саламын. Және де үстінен жұмыртқамды жағып шығамын. Мінекей, пешімізде осылай көтеріліп пісіп жатыр. Міне, рогаликіміз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Үй жағдайында істеп көрулеріңізді ұсынамын. Мен сіздерге ортасын көрсетейін. Жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Егер рецепті ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын сіздерге.